Мен де өзім көп балалы анамын. 5 балам бар. 4 қызым, 1 ұлым бар. Бұл кәсіпке мен енді өзім 2000 жылдардан кейін келдім. Оған дейін мен 15 жыл ұстаз болып, мұнай және газ институтында сабақ бердім. Содан кейін жолдасымның қалауымен, үйдегі жаңағыда енемнің қалауымен осында жолдасымның қасына келдім. Менің жолдасым 2005 жылы дүниеден өтіп кетті. Кошалиев Еркін Зейноллаұлы, оны айтпауға маған болмайды. Сол кісінің бастауымен жасалған бұл кәсіпорын, еврокоды бар цех. Қазіргі кезде енді біздер мына Каспий теңізінен, Жайық бойынан балық аулаймыз. Тек қана аулап қоймаймыз, жаңағыдай терең өңдейміз. Каспий теңізінің мына біздің Жайық өзені емес, Құрманғазы ауданында да біздер балықшыларымыз бар. Сол жерде де тағы бір крестьянское хозяйство Сәрсенбаев Ержаны деген біздің мекемен бар. Осы жерде 30 шақты адамға біз жұмыспен қамтып отырмыз, жұмыс жасайды. Әйел адамға әрине ол оңай жұмыс емес. Оның өзінің бір қиындық, жаңағыдай қырлары бар, сырлары бар. Теңізде енді корабль нелер сынып қалады ғой, сондай жерлерде енді жайлап. Бұрын енді жолдасым болғанда кішкене жеңілдеу болды да, қазір енді өзім жолдасым қайтқалы жалғыз өзім жұмыс жасап келе жатқасын. Қасыма көмекшілер алып, көмекшілерімнің көптеген капитандарымның, мына өзімнің көмекшілерімнің, іштегі коллективтің көмегімен осындай жақсы жұмыстар жасап келе жатырмыз. Жалпы аналарды, аруларды бәрін көктем құлпырған көктемнің мерекесімен, 8 март мерекесімен құттықтаймын. Дендеріне саулық тілеймін. Әрқашан да бақытты, ғұмырлы болуын тілеймін.